Сіздер Суперменнің Майнкрафт әлеміндегі ерліктерін көрдіңіз бе? Енді біз сіздерге оның таңғажайып оқиғаларын айтып береміз. Бір күні Супермен өзінің ғажайып ұшу қуатын пайдаланып, биік блоктардан тұратын таудың шыңына қонды. Оның айналасын жасыл шөптер, ашық аспан қоршап тұрды. Таудың етегінде кішкентай ауыл жайлы жатыр еді. Супермен ауылға дұрыс ұшты да, ондағы тұрғындармен танысты. Олар Суперменді көріп қуанып, одан көмек сұрады. Ауылдың жанында үлкен қарапайым орман бар еді. Сол орманда қауіпті моптар өмір сүретін. Тұрғындар Суперменнен осы моптарды жеңіп, ауылды қорғауын өтінді. Сонда Супермен орманға кіріп, алғашқы қауіпті моппен кездесті. Ол үлкен зомби еді. Супермен өзінің қуатты жұдырығымен зомбиді бірден талқандады. Келесі кезекте ол үлкен өрмекшімен кездесті. Өрмекші ағаштардың арасына тор құрып қойған еді. Бірақ біздің Супермен өзінің лазер көзімен өрмекші торын өртеп жіберді де, өрмекшіні де жеңіп шықты. Осылайша Супермен барлық моптарды талқандап, ауылды қауіптен арашалады. Ауыл тұрғындары оған ризашылықтарын білдіріп, оны өздерінің ержүрек батыры деп атады. Супермен ауыл халқымен досып, олармен бірге көңілді күндер өткізді. Ол ауылды аралап, әртүрлі пайдалы істер жасады. Тұрғындар оның көмегіне қуанып, оған арнап үлкен той жасады. Суперменнің Майнкрафт әлеміндегі ерліктері мен достығы туралы әңгімелер ауылдан ауылға таралып, ол бәрінің есінде шынайы батыр ретінде қалды.